Balaboom! Ертеде бір ауылдың шетінде ата мен әже өмір сүріпті. Бір күні ата әжеге: Әй кемпірім, маған ыстық бауырсақ пісіріп берсеңші. Үйде ұн қалмаған ғой. Барып қамбаны көрсеңші. Жарайды, көрейін. Қамбаның түбінде ұн қалыпты, қаптың түбін қағайын, ыстық бауырсақ жасайын. деп әже қаптың түбінде қалған ұнның барлығын жинап, қамыр илеп қояды. Най. Қазір ыстық бауырсақ пісіріп беремін. Най. 1-2 сағат тұрған қамыр ашып, әдемі болып көтеріледі. Ашыған қамырды алып, әже бауырсақ жасауға кірісіп кетеді. Әже бауырсақты әбден домалақтап, үлкен етіп пісіруге дайындап қояды. Қамбаны мен қағайын, бауырсақ мен жасаймын. деп әже бауырсақты ыстық майға салып, әбден қызартып, қып-қызыл етіп пісіріп алады. Бауырсақты ыстық, кішкене соусын содан соң жейміз. деп әже бауырсақты терезенің алдына қойып кетеді. Бірде бауырсаққа жан бітіп: Мен қандай жерге тап болдым? Неге ешкім жоқ? Ау, кім бар? деп бауырсақ үйден ешкімді таппаған соң далаға атып шығады. Пай табиғат неткен әдемі еді. Менің әлем шарлағым келеді. деп бауырсақ орманға қарай домалай кетеді. Бауырсақ орман ішінде еш алаңсыз өлеңін айтып домалап келе жатады. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым. Орманға мен барамын, көп достармен табамын. Сол кезде бауырсақтың алдынан қоян шығады. Сәлем қоян, мен бауырсақпын. Уа, сәлем бауырсақ. Бірге жүреміз бе? Әрине. Сен сондай сүйкімді, сені жегім келді. Жоқ, мені жемеші. Мен саған өлең айтып беремін. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым. Енді қоян сенен де қашамын. Ей, бауырсақ қайда? Қоянды алдап кеттім деп бауырсақ мәз болып келе жатқанда алдынан қасқыр шығады. Сен кімсің? Мен бауырсақпын, мені жемеші. Мен саған өлең айтып беремін. Жарайды, айт. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым. Енді қасқыр сенен де қашамын. Ей, бауырсақ тоқта. Бауырсақ қасқырды да тоқта. алдап кетеді. Бауырсақ қасқырды да алдап кеттім деп мәз болып келе жатса, алдынан қорбаңдаған аю шығады. Сен кімсің? Мен бауырсақпын. Мен сені жеймін. Мені жемеші, мен дәмсізбін. Саған өлең айтып берейін. Жарайды, айт. Өлеңімді тыңда, айтайын ба? Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым. Қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Енді аю сенен де қашамын. деп бауырсақ аюды да алдап кетеді. Бауырсақ аюды да алдап кеттім деп мәз болып келе жатқанда алдынан қу түлкі шығады. Домаланып келе жатқан кім өзі? Қорқып кеткен бауырсақ: Мен бауырсақпын, мені жемеші, саған ән айтып беремін. деп түлкіні көндіреді. Жарайды, айт көрейік. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым. А? Не дейсің? Менің құлағым дұрыс естімейді. Тұмсығыма шығып айтасың ба? Иә, тұмсығына шығамын. Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым. деп тұрғанда түлкі бауырсақты жеп Қарным қояды. тойды. Бауырсақ дәмді екен. Осымен ертегі тәмам. Ертегі ұнаса бізге лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Баяғыда бір кішкентай қыз болыпты. Оның басында әдемі қызыл телпегі бар екен. Қыз телпегін шешпей киіп жүреді екен. Сол себепті жұрттың бәрі оны қызыл телпек деп атап кетіпті. Қызым, мына телпекті саған өз қолыммен тоқыдым. Саған ұнайды деп ойлаймын, қызым. Қандай әдемі телпек. Иә, әже, маған қатты ұнады. Үлкен рахмет. Бір күні анасы бәліш пісіріп, қызыл телпекке анасы: Қызым, мына бәліш пен майды әжеңе апарып бер. Әжеңнің хәлін біліп қайт, жарай ма? Жарайды, анашым, әжемді сағындым. Жақсы болды, әжемді көріп сағынышымды басып қайтамын. Ал қызым, ай барып, аман қайт. Жолда сақ бол. Анашым, уайымдамаңыз.
Қызым, сау бол, ұзақ бөгелме. 3 күннен соң қайтып кел. Жарайды Анасы анашым. қызыл телпекті орманның ар жағындағы әжесіне хәл жағдайын біліп келу үшін жібереді. Қыз еш алаңсыз орманға қарай жол тартты. Барамын, искеп сағынышымды басамын. Ля-ля-ля-ля. Қызыл телпек орман ішінде әндетіп келе жатса, алдынан қасқыр шығып, Әндетіп келе жатқан сұлу қыз кім болды екен? Мен қызыл телпекпін. Қызыл телпек деймісің? Қайда барасың? Әжемнің үйіне бара жатырмын. Анашым пісіріп берген бәліш пен майды әжеме алып бара жатырмын. Ал әжең қайда тұрады? Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылдың шетінде жалғыз өзі тұрады. Ол қазір сырқаттанып жатыр. Жалғыз өзі тұрады дейсің бе? Онда жақсы. Мен де сенімен бірге барып, әженің жағдайын сұрап қайтайын. Жарайды. Онда былай жасайық. Сен мына жолмен бар, осы жол сен үшін қауіпсіз. Ал мен мына жолмен барайын. Келістік. Тездетейік жігіттер, кеш болмай қайтайық. Қайтсем де қызыл телпектен бұрын баруым керек. Әжесін де қызыл телпекті де жеп бір тоятын болдым. қасқыр қыздан бұрын әженің үйіне жетіп, әжені қызыл телпектің даусына салып, Әже, мен қызыл телпекпін. Есікті ашыңыз. бұл кім? Есікті қағып тұрған кім болды екен? Әже, мен қызыл телпекпін. Есікті ашыңыз. Қызыл телпекпісің? Құлыншағым келіпті ғой. Есіктің тұтқасының жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады қарағым. Қызыл телпектің даусына салып, сөйлеп алдап, үйге кіріп, Қазір немерен қызыл телпек келеді. Сен шкафтың ішінде дыбысыңды шығармай отыр. Түсіндің бе? «Ей, құрып кеткір қасқыр, сен қайдан келіп қалдың?» Тыныш отыр кемпір. Үніңді шығарсаң сені аптеп жеп қоя саламын. Ал енді қызыл телпекті ұстап алсам, әжесі екеуін жеп, тойып, бір марқайып қалатын болдым. Әженің киімін киіп алдым, енді төсегіне жатып алайын. Қызыл телпек әжем деп ойлап қалсын. Әже, мен қызыл телпекпін. Есікті ашыңыз. Бұл кім? Есікті қағып тұрған кім болды екен? Қызыл телпекпісің? Құлыншағым келіпті ғой. Есіктің тұтқасының жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады қарағым. Әже қайдасыз? Мен іштемін, әже. Әже, мен келдім. Әже, сізге анашым бәліш пісіріп беріп жіберді. Май беріп жіберді. Әже, мен келдім. Әже, неге мұрныңыз ұзын? Неге қолдарыңыз басқаша? Неге құлақтарыңыз ұзын? Сіздің түріңіз бүгін басқаша болып тұр. Мен сені жеймін. Көмектесіңдер! Кім бар, көмектесіңдерші! Кел қызым, қорықпа. Көмектесіңдер! Кім бар, көмектесіңдерші! Мына отын ауыр екен досым. Үйдің ішінен бір дауыс шықты, естідің бе? Иә, жүр, біреу көмек сұрап жатыр. Ұста, кетті ұста! Ой, құтқардыңдар. Құлыным келе ғой, қорқып қалмадың ба? Әже, сізге ештеңе болмады ма? Амансыз ба? Мына оңбаған қасқырды енді не істейміз? Қандай жаза береміз? Сөйтіп отыншылардың арқасында қызыл телпек пен әжесі аман қалыпты. Осымен бүгінгі ертегіміз аяқталды. Ерте-ертеде орман шетінде бір ешкі ана өмір сүріпті. Лақтарым, мен барып орманға азық алып келемін, сендер үйде тыныш отырыңдар. Есікті менен басқа ешкімге ашпаңдар. Қасқыр келсе есікті ашып қоймаңдар, жарай ма? Үлкен лағым, сен есікті кілттеп ал. Деп, ешкі ана базарға азық алып келуге кетіпті. Мен сені жеңемін. Жоқ, сен Бірде мені есікті жеңе біреу алмайсың. қағады. Бұл кім? Кім деймін есікті қағып Лақтар тұрған? қорқып кетеді. Бұл мен ғой,
Лақтарым, есікті ашыңдар. Сендерге базарлық алып келдім. Сіздің даусыңыз анамыздың даусына ұқсамайды. Анамыз бөтендерге есік ашпаңдар деген. Қасқыр даусын өзгертіп, ешкі анаға ұқсап сөйлейді. Бұл сендердің аналарың. Лақтарым, есікті ашыңдар. Сендерге базарлық алып келдім. Лақтар оған сеніп, есікті ашады. Қабыма түсіңдер, лақтар. Тыныш отыр, тезірек болыңдар. Қасқыр лақтарды қабына салып алып кетеді. Бір лақ пештің ішіне тығылып қалып қояды. Аналарың келмей тұрып тез кетіп қалайын. Бүгінгі күнім сәтті күн болды. Ал сендер лақтар тыныш отырыңдар, маңырамай. Орманымның жолында қойларымаза серендімде некемең. Қазір үйге барып қазанға саламын. Дәмді етіп пісіріп жеймін сендерді. Қасқыр жол бойы әндетіп, мәз болып апанына келеді. Қазір есікті ашамыз. Тарарарарарам. Ал үйге де келіп қалдық. Қасқыр ағаларың отты жағады, сендерді пісіреді. Отын іздейік. Үйде отын аз қалыпты. Мен орманға барып отын алып келемін. Лақтарым, сендер тыныш отырыңдар. Деп қасқыр орманға отын іздеп кетеді. Лақтар қаптың ішінде мә деп маңырап қала береді. Ау! Кішкене, мызғып алайын. Отынды кейін теремін. Ешкі алаңсыз базардан себетін толтырып мәз болып үйіне келе жатады. Базарға мен барамын, капусталар аламын. Лақтарымды тойдырып, мен мәз боп қаламын. Ля-ля-ля-ля. Есік неге ашық тұр екен? Ойбуй, лақтарым-ай, лақтарым. Ойбу, лақтарым қайда? Анашым, қасқыр алып кетті. Ешкі ана басы қатып, не істерін білмей, орманға қарай жүгіріпті. Аюға барайын, бір көмектессе сол көмектесер. Балдарым, бәріңді жинап аламын. Қыста азық қыламын, балдарым. Аюжан, маған көмегің керек. Қасқыр лақтарымды алып кетіпті. Жүр, қасқырдың үйіне барайық. Әлі жеп үлгермеген болса, үлгереміз. Аю мен ешкі жүгіріп келе жатып, талдың түбінде ұйықтап жатқан қасқырды көреді. Жеп қоймаған болар. Барып үйін қарайықшы, аю. Қасқырдың апаны осы. Есікті ашайық. Иә. Мақсақ бол, есікті ашамыз. Қапта бірдеңе бар ау. Иә, қарап көрейік. Міне, қане, лақтар. Лақтарым менің. Әбден ұйқысы қанған қасқыр орнынан тұрып, отынын теріп, апанына бет алады. Ойбой, ұйықтап қаптым ғой. Қой, отынымды теріп, үйге барайын. Отты жағып, қазанға салып, тәтті етіп жасаймын. Дәмді лақтарымды кім алған? Қайда кетті лақтарым? Лақтарым, қайдасыңдар? Қасқыр ашуланып, айғайға басады. Ал ешкі ана лақтармен үйінде тамақ ішіп мәз болады. Мына 40 қабатты жеп қойыңдар, балаларым. Рахмет, анашым. Жақсы, көбірек алыңдар. Дәмді. Ертеде бір ауылда бір шал бақшасына шалқан егіпті. Көшетті отырғызып, 2-3 ай баптаймын, жемісін жақсы берсе, көршілерге де беремін. Шал шалқанды бірнеше ай бойы күнделікті суын құйып баптапты. Су құяйын молынан, өсе ғой шалқаным, шалқаным. Қопс бір қояйын, атаң сені баптайды, жағдайыңды жасайды. Бәрекелді, пісіп жетілуіңе де аз қалыпты шалқаным. Бір күні шал бақшасына келіп қараса, О, Алланың құдіреті ай, мұндай да болады екен ау, не деген үлкен шалқан. Енді бұны қалай шығарсам екен, а? Қазып көрейін. Мына шалқан шығады ма жоқ па? Әлде көмекке кемпірімді шақырсам ба? Ей, кемпір-ау, тартсаңшы, қаттырақ тарт. Тартып жатырмын. шығара алмаймыз ау сірә, көмекке қызымды шақырайын.
Қызым жүре қойшы, бізге көмегің керек. Жарайды, әже. Ата, апа, сіздер тарта тұрыңыздар. Мен көмекке Ақтөсті шақырайын. Кішігім, бізге көмегің керек. Бақшада үлкейен шалқан өсіпті. Соны шығаруымыз керек. Олар шалқанды шығара алмай әбден әлек болыпты. Мысық, сенің көмегің қажет. Шалқанды тартып шығара алмай жатырмыз. Содан мысықтың ойына Мяу, тышқан мен келеді. білемін. Бір Бізге кімнің көмектесе, көмектесе тышқан алатынын. көмектеседі деп ойлайды. Ол тышқан, мен қазір оны ұстап алып келемін. Тышқан келіп, шалқанның астын қаза бастайды. Сөйтіп шалқанды жерден жұлып алады. Көрдіңдер ма балалар? Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген осы. Ертеде. Мақта Мынау қыз не деген болды екен? сүйкімді қызбен оның жақсы көретін мысығы болыпты. Өзім жесем бе екен? Әлде мысықты шақырып, онымен бөлісіп жесем бе екен, а? Қой, мысығыммен бөлісіп жейін. Мысығым, кел мұнда. Мысығым, келе ғой. Мына мысық келмейтін болды. Келмесе келмесін, өзім жей саламын. Деп мақта қыз бір тал мейізді өзі жеп қояды. Біраздан соң мысық үйге кіріп келіп, Мяу, мақта қыз, не болды? Мені неге іздедің? Болды, ештеңе емес. Егер неге шақырғаныңды айтпасаң, қатығың төгіп жіберемін. Онда мен сенің құйрығыңды жұлып аламын. мысық мақта қыздың қатығын төгіп жібереді. Ал мақта қыз ашуланып, мысықтың құйрығын жұлып алады. Мяу, не істедің? Неге олай жасадың, мақта қыз? Мақта қыз, мені кешірші, мен қатты ашуға берілдім. Маған құйрығымды қайтарып берші. Мысық ашуы басылған соң келіп, мақта қыздан кешірім сұрап, құйрығын қайтарып беруін сұрайды. Сонда мақта қыз: Жоқ, сен әуелі менің қатығымды қайтар. Содан соң құйрығыңды беремін. Сиыр, маған көмегің керек. Маған бір кесе сүт берші. Оны қайтесің, құйрығымды қайтару үшін қажет. Менің қарным аш, жапырақ әкеліп берсең, саған сүт беремін. Жарайды. Мен шөлдеп тұрмын. Маған су әкелсең, саған жапырақ беремін. Жарайды. жолда су іздеп келе жатып, мысық су көтеріп келе жатқан қыздарды кезіктіреді. Қыздар, маған бір шелек су беріңдерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, суды береміз. Жарайды, дүкеншіге барайын. Дүкенші, маған 3 тал сағыз беріңізші. Тегінге бере алмаймын. Жұмыртқа әкелсең берейін. Мысық басы салбырап, мұңайып, тауық анаға келіп, былай дейді: Тауық, маған жұмыртқа берші. Оны не істейсің? Құйрығымды қайтару үшін қажет. Жем әкелсең беремін. Жаның барды айтқане, үйіңде не бар? Бір табақ тарым бар. Тез алып шық, мені жіберші. Өтінем, бір табақтарының барлығын саған бер. Бар, тез алып шық. Бұл пәле, қайдан келіп қалды екен, а? Қой, тез алып шығып беріп, құтылайын. Рахмет, тышқан, бұл жақсылығыңды ұмытпаймын. Қап, бар жиған азығымды алып кетті. Мысық мәз болып, тарыны алып, тауыққа қарай бет алады. Тауық, міне тарыңды алып келдім. Маған енді жұмыртқа бер. Міне, ала ғой. Міне, дүкенші апай, сіз сұраған жұмыртқаларды алып келдім. Қызыңды ала ғой. Қыздар, қараңдаршы, сендерге не алып келдің? Сағыз алып келдің бе? Мына шелектегі суды ала ғой. Рахмет, мысық, мың жаса. Рахмет ағаш, енді құйрығымды қайтарып алатын болдым. Жапырақтарды алып келдім. Міне, мысық, сүтімді ала ғой. Мақта қыз, қарашы. сүт алып Мақта келдім. қыз бен Енді мысық құйрығымды қателіктерін қайтарып беремісің? түсініп, қайта достасып Мә, мәз мысығым. болды. Ала ғой құйрығыңды. Енді олай ақымақ болма. Иә, мақта қыз, енді ақымақ болмаймын. Ерте заманда теңіз жағасында бір қарт ата мен кемпір өмір сүріпті. Кемпір тоқыма тоқып, үйдің шаруасымен айналысады екен. Ал қарт болса, күнде теңізге барып, балық аулайды екен. Бір күні қарт күндегідей теңізге ау салуға баратын болады. Кемпір, мен теңізге барып ау салып келемін. Құр қол қайтпай, кешкі асқа балық алып кел. Қарт теңізге торын тастап, күтіп отырады. Бір кезде Ата, мені мына тордан босатыңызшы. Өтінем, мен осы теңіздің ханзадасымын. Егер мені жіберсеңіз, сіздің кез келген 3 тілегіңізді орындаймын. Жарайды, жөніңе жіберейін. Бүгін үйге бос қайтатын болдым, бара ғой. қарт атай басы салбырап,
Енді кемпіріме не айтамын, деп үйге көңілсіз қайтады. Қарт атай үйге келіп, кемпіріне бар болған жайды айтып береді. Бүгін ауыма алтын балық ілінді, ол жалынып жалбарынды. Содан жаным ашып, оны қайта теңізге жібердім. Әй, ақымақ шал, сенің есің дұрыс па? Жайден жай қойып жібере салдың ба? Жоқ, жай емес, алтын балық менің қалаған үш тілегімді орындауға уәде бер. Мына кір жуатын табағым жарамай қалды. Тым болмаса жаңа табақ сұрамадың ба? Бар, алтын балығын айт, менің мына ескі кір жуатын табағымды жаңартып берсін. Қарт басы салбырап, көңілсіз қайта теңізге жол тартты. Қарт теңізге қарап мұңға батып, ойланып отырады. Бірде судан алтын балық шығып, мұңға батқан қартты көріп: Сәлеметсіз бе ата? Сізге не болды? Бүгін мұңдысыз. Бір кем дүние-ай. Кемпіріме жаңа кір жуатын табақша керек болып қалыпты. Жарайды ата, сіз үйге қайта беріңіз, кір жуатын табақ болады. Қарт үйге қайтып келсе, кемпірінің алдында жап жаңа кір жуатын табақша тұр екен. Ата оны көріп қуанып кемпіріне сөйлейді: Көрдің бе кемпір? Айттым ғой саған, алтын балық уәдесінде тұрды. Ой, ақымақ шал, болмашы бір табақша сұрағанша зәулім сарай сұрамайсың ба? Үйдің түрі мынау. Неге үлкен зәулім сарай сұрамайсың? Алтын балығыңа айт, маған зәулім сарай салып берсін. Ертеңіне қарт тағы теңізге қарай жол тартады. Теңізге келіп, мұңға батып, алтын балыққа кемпірінің айтқандарын қалай жеткізерін білмей, ойланып отырады. Бір кезде теңізден алтын балық шығып: Сәлеметсіз бе ата? Бүгін тағы да көңіл күйіңіз жоқ қой? Иә, алтын балық. Енді кемпірім хан сарайындай зәулім сарайда тұрғысы келеді. Жарайды ата, сіз үйге қайта беріңіз, керек болса зәулім сарайда болады. Ата көңілсіз үйге келеді. Қараса бұрынғы ескі үйінің орнында хан сарайындай зәулім сарай тұр екен. Қарт ата таң қалып: Пақ шіркін, неткен ғажап, енді үлкен сарайда тұратын болдық. Кіруге болмайды, рұқсат жоқ. Мына ақымақ шал тағы келген бе? Әй шал, енді менің сол алтын балығына хан болғым келеді. Бар алтын балығын айт, мені осы өңірге хан етіп қойсын. Кет, мына жерден. Ата кемпірін көріп, оған ренжіп, көңілсіз амалсыздан қайта теңізге қарай жол тартады. Сәлеметсіз бе ата? Тағы не болды? Кемпір енді барлық осы өңірге және саған хан болғысы келеді. Алтын балық ренжіп, теңіздің тереңіне жүзіп кетеді. Сол кезде аспан түнеріп, қара бұлт басады. Ал қарт болса үйіне қайтады. Қарт үйіне келсе, сол баяғы кішкентай тозығы жеткен үйі тұр екен. Есік алдында жұпыны киінген кемпір тоқыма тоқып отыр екен. Оның сарайы әлемдегі ең көркем зәулім сарайлардың бірі екен. Бірақ патша өз иелігіндегі салтанатқа аса мән бермейтін бейбақ болыпты. Сарай маңында әлемдегі ең әдемі гүлдер өскен үлкен бау-бақшасы бар екен. Халықтың айтуынша, ең ғажабы сол бақшада мекендейтін бір бұлбұл болыпты. Оның әсем дауысын естігендер ұзақ елдерден келіп көруге асығатын болған. Бір күні бұлбұлдың даңқы патшаның құлағына да жетіпті. Бірақ патша бұл хабардан хабарсыз болғанына қатты ашуланып уәзірін шақырып: Бұл қалай болғаны? Неге бұл бұлбұлдар менің хабарым жоқ? Тез арада маған ол бұлбұлдың тауып алып келіңдер. Иә, тақсыр, дереу орындаймын. Маған бірінші бағбанды алып келіңдер. Бәлкім бағбан білер. Иә, патша, ез барыңдар. Ал бағбан, біздің бақта бір бұлбұл бар екен. Неге мен ол жайлы білмеймін? Менің уәзірлермен барда тез бұлбұлдың осында алып келіңдер. Бағбан барлық жерді іздестірсе де бұлбұлды таба алмай әлек болыпты. Бағбан бұлбұлды таба алмаған соң, патшаға егде не айтамын деп басы қатыпты. Патшам, бұл біреулердің ойдан шығарған әңгімесі болуы мүмкін, себебі біз бақтың барлық жерін іздеп таппадық. Бір күні сарай қызметшісі қыз келіп: іздегеніңізді бұл жерден таба алмайсыздар, қаласаңыздар мен сіздерді оның жанына ертіп алып барайын, депті. Тақсыр, ол бұлбұлдың ұшып кеткеніне біраз болды. Оның қайда екенін білем, қаласаңыз ертіп барайын. Бұл не тұрыс? Жолға шығайық. Осылайша олар бұлбұл тұратын баққа да келіп жетті.
уәзір мен қыз бақтың ішінен бұлбұлды іздей бастайды. Бұлбұл қайдасың? Мұнда шықшы, патша сені көргісі келеді. Ол сенің әсем даусыңды естігісі келеді. Бұлбұл қайдасың? Уәзір қыз, бұлбұл үшеуі сарайға жол тартты. Жол бойы бұлбұл сайрап, өз даусымен халықты тәнті етіп келді. Сарайға келіп патшаның алдында бұлбұл ән шырқап, патша әсерленіп көзінен жасаға бастады. Менен не тілеуің бар, айт, қалағаныңды берейін. Мен үшін ең үлкен сый сізге қуаныш сыйлау. Сол күннен бастап бұлбұл сарай бақшасында тұрып, үнемі патшаға ән шырқап, ел тұрғындары оның әнін тыңдауға жиналып тұрады екен. Бір күні Бұл не патшаға болды бір сандық сыйлық Бұл келіпті. сізге келген сыйлық. Ішін ашса, Қане аш, шыныдан көрейік. жасалған бұлбұл ойыншық екен. Бұлбұлдың төбесінде кілті бар, Ғажап, неткен оны бұраса әдемі шынайы бұлбұл. дауыс шығатын болыпты. Мұнда кілті бар екен. Бұра. Патша ойыншық бұлбұлға алданып, шынайы бұлбұлдың барын ұмытып кетеді. Ал шынайы бұлбұл болса, патша мені шақырып қалар деп ұзақ күтеді. Уақыт өте шынайы бұлбұл ренжіген соң сарайдан ұшып кетеді. Ойыншық бұлбұл бұзылып, патша шынайы бұлбұлдың жоқтығын сезіп науқастанып қалады. Алайда бұлбұл патшаның сырқатын естіп, патшаға баруға шешім қабылдайды. Бұлбұл патшаның терезесіне келіп сайрай бастайды. Сол кезде патша ауруынан айығып, сауыға бастайды. Бірнеше күнде патша толықтай жазылып, Бұлбұл жан келіпсің ғой. орнынан тұрады. Мен өте қуаныштымын. Көңілім енді жай тапты.